Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай табада тез дайын болатын дәмді торт дайындап үйренеміз. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқаға шекер, сұйық май және сүтіміздің жартысını салып, араластырып аламыз. Масалықтардың мөлшерін описаниеде жазып қалдырамын. Бөлек ыдысқа un, какао және 1 ас қасық разрыхитель салып, өзіні жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған ұнды араласпамызды жаңағы сұйық ингредиенттерге қосып араластырамыз. Венчикпен жақсылап араластырып болғаннан соң сүтіміздің қалған жартысını құйып және араластырып аламыз. Осындай сұйық масса дайын болады. Енді бұны қыздырылған табада орташа алауда пісіріп аламыз. Осылай тесік бетінде пайда болады. 1,5 минуттай ұстап, 2 бетіні пісіріп аламыз. Креміне сметана, шекер және сгущенканы салып араластырамыз. Миксермен араластыру қажет емес, венчиктің өзінде де араластырсақ болады. Үстіне қалағанша жасатса болады. Шоколадтан ганаж істедім. Үстіне құюға өте әдемі болып шығады. Қорждарымыздың бәрі дайын болды. Шетіні барыны бірдей етіп кесіп аламыз. Арасына жаңағы кремімізді құйып, осылай бірін-кетін бір-бірінің үстіне қойып шығамыз. Дайын болған соң жарты немесе 1 сағатқа суық жерге алып қоямыз. Кремі қатып алғаннан соң үстіне ганажды құйдым. Ганажымызды сәл суығырақ болғаны жақсы. Егер ыстық кезінде құйсаңыз, кремдеріні ерте жіруі мүмкін. Бетіндегі шоколад қатқаннан соң қалған кремімізбен шеттерін әрлеп шығамыз. Негізі тортты қалай жасату, бұл өзіңізге байланысты. Тортымыз дайын болды. Кескенде өте жұмсақ, сметана мен кремі ерекше болып шығады. Видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.